Ай мектеп. Мен мектептен келдім. Вики, бүгін саған не үйрететінді білсең ғой. Білгің келіп бара ма? Қазір. Ол үшін сен менің сөмкемді аш. Жарайсың. Енді оның ішіндегі дорбаны ал. Дұрыс. Маған бер. Өзің отыр. Тақтаға қара. Қара. Аш, ал, бер, отыр, қара. Бұлардың бәрі етістік деп аталады. Себебі олар қимылды, іс-әрекетті білдіреді. Етістіктің сұрақтарын білесің бе? Иә, дұрыс. Не істеді? Не қылды? Қайтты деп айтқың келді ғой. Жақсы. Менің мына жазғандарымның бәрі де түбір етістіктер. Яғни бұл сөздер түбір күйінде қимылды, іс-әрекетті білдіріп, не істеді деген сұраққа жауап береді. Бұларды негізгі етістіктер деп атаймыз. Кел, мына түбірлер мен жұрнақтардан туынды етістіктер жасайық. Туынды етістіктер. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ой деген зат есім. Оған ла жұрнағы жалғанғанда, ойла деген туынды етістік пайда болады. Мынау шеге. Оған ле жұрнағын жалғасақ, шегеле деген туынды етістік жасауға болады. Сондай-ақ би, биле. Арқа, арқала. Арман, арманда. Баға, бағала деген туынды етістіктерге айналады. Вики, қандай туынды етістік құрастырғансың? Аяқта. Тамақтанайық. Ақылыңнан сенің. Қарның ашты ма? Жүр, тамақтанамыз. Қайталайық. Негізгі және туынды етістіктер. Етістік негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған етістіктерді негізгі етістіктер дейміз. Мысалы, аш, ал, бер, отыр, қара. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістіктер туынды етістіктер деп аталады. Мысалы, шегеле, биле, арқала, арманда, бағала.